Саламатсыздар ма, қалайсыздар оқушылар? Бүгін қазақ тілі пәнін бастаймыз. 91-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Оқулықтың балалар 55-56 беттерін ашамыз. Балалар, біздің танысқан тақырыбымыз болымды болымсыздың бүгін екінші сабағы. Болымды етістікте отқанымыз балалар іс-әрекеттің, қимыл-амалдың жүзеге асқанын білдіреді. Мысалы, оған бар, көтер, сөйле, шық, жаз, отыр, тұр деген сөздер. Ал болымсыз етістік керісінше оған маме, бабе, папе жұрнақтары жалғану арқылы іс-әрекеттің болмауын көрсетеді. Мысалы, барма, отырма, тұрма, жүрме, жүгірме, сөйлеме және тағы да басқа сөздер. Жақсы, олай болса балалар, оқулықта 32-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге 5 нәрседен қашық бол. 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Балалар, өлеңді оқып болған соң астындағы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: өлеңнің авторын ата, ол туралы не білетініңді айт. Дұрыс айтасыз балалар, өлеңнің авторы Абай Құнанбайұлы. Ол 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өткен. Ол ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы және сонымен қатар ол саяси қайраткер. Екінші сұраққа жауап береміз балалар. Өлеңнің жалғасын айтып көр. Бұл өлеңді балалар барлығымыз білеміз, өйткені біз балалар бірінші сыныпта өттік. Келесі, үшінші сұрақ. Өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсыздар? Кеттік, ендеше ойланайық. Дұрыс айтасыз балалар, өлеңнің негізгі ойы адамды жақсы қасиеттерге баулу. Мысалы, ол еңбек ету, мейірімді болу, адал болу сияқты жақсы қасиеттерге жастарды баулу. Ал сонымен қатар қашатын, яғни жаман әдеттерден қашуға бізге үйретіп отыр. Мысалы, жаман әдеттерге еріншектік жасады, өсек айту, мақтаншақтық және сонымен қатар ысырапшылдық. Келесі балалар, оқулықтың 56-шы беттегі шығармашылық үзіліске назар аударайық. Шашырап тұрған пазлдарды біз рет-ретімен дұрыс қоюымыз керек. Сонда бізге мақал шығады балалар. Мақал бұл жерде өткен іске өкінбе. Бұл жерде болымсыз етістік өкінбе. Жақсы, олай болса балалар, сізге сабақты қорытындылау үшін, яғни өткен сабақтарды еске түсіру үшін кішкентай тест әкелдім. Осы тесттерге жауап берейік. Бірінші сұрақ: етістіктер қатарын тауып белгіле. Дұрыс жауабы С нұсқасы: оқыды, биле және жанала. Екінші сұрақ: түбір сөздер қатарын тап. Мұнда да дұрыс нұсқасы балалар С. Іні, аға, көке. Үшінші сұрақ: түбірлес сөздер тобын тап. Түбірлес бұл бір түбірден шыққан сөздер, өзіңіз білетін балалар. Мұнда дұрыс жауабы А нұсқасы: паналау, панасыз және пана. Төртінші сұрақ: сын есімді көрсет. Сын есім заттың сынын, сапасын білдіреді. Қандай? Қай деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде дұрыс жауабы төмен. Бесінші сұрақ: болымды етістікті тап. Дұрыс жауабы алды. Келесі ең соңғы сұрақ: негізгі етістікті белгіле. Дұрыс айтасыз балалар, дұрыс жауабы бұл жерде кел. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.